Арма қымбатты телекөрермен, арнада мезгіл мәселесі хабары. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің проректоры Базартай Жандос Нұртайұлы. Жандос Нұртайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Енді алғашқы сұрағым, биылғы жылы осы Қорқыт атындағы университетке қанша түлек тапсырды, қанша студент қабылдадыңыздар? Оның ішінде ақылы бөлімде оқып жатқан қанша? Жалпы бізде жыл сайын осы контингент, яғни білім алушыларды қабылдау жыл сайын көбейіп келе жатыр. Бұл әрине жемісті жұмыстың нәтижесі. Осы жылда бітіретін білім алушылармен жыл бойына дәстүрлі жүйелі өзіміздің жұмыстарымыз бар. Арнайы 2020 жылы рекрутинг деген орталық ашылған. Сол орталықтың негізгі мақсаты білім алушылардың, яғни мектеп бітірушілердің мамандық таңдауда көмектесу, және де қазіргі таңда қоғамда қандай мамандықтарға сұраныс бар, соны түсіндіру. Сонымен қатар осы Қорқыт ата университетінің материалдық техникалық базасы, даярлайтын мамандықтар, білім берудің сапасы, және де университеттің халықаралық республикалық деңгейдегі жетістіктері, сонымен қатар жұмыспен қамту мәселесі, осының барлығын біз ата-анамен, осы бұл мектеп бітірушілермен жұмыс жасау арқылы оларға таңдауға көмектесеміз. Қазір өте жақсы нәтижеге қол жеткізіп келе жатырмыз. Биыл университетке 3192 түлек жалпы білім алушы қабылданды. Оның ішінде 49 адам бакалавр бойынша грант иегері атанды. Бұл былтырғы жылмен салыстырып қарағанда 150 адамға артық. Былтыр 800 адам қабылдағанбыз. 2020 жылы 519 адам қабылдағанбыз. Өзіңіз көріп тұрғандай, жыл сайын соңғы осы 3 жылда өсу динамикасы өте қарқынды. Әр мемлекеттік гранттың артында неге оқу орындары мемлекеттік грантты қабылдауға ниетті? Себебі мемлекеттік гранттың артынан өзінің мемлекеттің беретін бюджет қаражаты бар. 900 мың теңге көлемінде ол баланың оқуына, сол баланың оқу үшін материалдық техникалық жағдайдың күшейтілуіне бөлінетін қаржылар. Және бұл 4 жылға айтқанда бөлінетін қаржы. Егер бала өзінің оқуын, сабағын дұрыс өз жоғары деңгейде оқып, нәтижеге жетіп тұрса. Және де 223 грант магистратураға бойынша жеңіп алды. Бізді таңдаған білім алушылар. Жалпы 1172 грант, 3192-1172 грант, қалғандар ақыл негізде. Яғни ол ақыл негізде бакалаврға келіп жатыр, 1000-ға жуық. Сонымен қатар мынау қашықтан екінші колледжден кейінгі білім және екінші білім алу бойынша да, екінші диплом алу бойынша да онлайн 20%, офлайн 80% өзінің арнайы бағдарламалары бар. Сол бойынша да бізге абитуриенттер, білім алушылар көптеп келді. Бұл жылдан жылға өсім көрінеді. Өткені студенттердің осы жергілікті жердегі кадр даярлау сапасына және университеттің потенциалына қызығушылық артуда. Бір жағынан бізге де бұл өте жақсы нәтиже. Қазіргі таңда университетте 9017 білім алушы бар. Бұл салыстырмалы түрде қарағанда соңғы 3 жылдағы жақсы көрсеткіш болып саналады. Енді жалпы биылғы жылы оқу орнына қанша грант саны бөлінді? Енді жаңағы 949 бакалавр. Бізге енді мына оқу орнына бөлінсін деген бөлініс болмайды. Білім алушының, осы мектеп бітірген түлектердің өздерін таңдау бойынша болады. Қазақстан бойынша 100-ден аса оқу орнына өзі жинаған ОБТ балы бойынша таңдау жасайды. Сол республикалық конкурс болады. Сол көп оқушы таңдаса, мектеп бітіруші сол конкурсқа түседі, сол конкурс нәтижесімен оқу орындарына грант бөлінеді. Бакалавр бойынша 949 жаңағы алғанымыз, магистратура бойынша 223 грант жеңіп алдық. Бізді таңдаған білім алушылар. Және де Қызылорда облысының әкімшілігі жыл сайын жергілікті жерде кадрларды даярлауға, осы қажетті мамандық бойынша ұдайы назар аударады. Биыл облыс әкімінің 62 гранты бөлінді. 100 грант бөлінген облысқа, оның ішінде 62-сі Қорқыт ата университетіне. Қалған гранттар жаңағы мынау медицина саласы бойынша, басқа да мынау Қызылордада жоқ, оқу орындарында жоқ мамандықтар бар. Соны республикалық деңгейде басқа оқу орындарына арнайы осы аймаққа керек қажетті дін саласы бойынша арнайы оқу орындарына кадрлар бөлінді. Сонымен қатар биылғы жылдың тағы да бір жаңалығы Қазақстан халқына деген қор ашылып, білесіздер, мынау еліміз бойынша. Сол Қазақстан халқына қорда арнайы оқу орындарына грант бөлді. Бізден
көптеген осы құжат тапсырушылар сол өзінің критериялары бар, талаптар. Біз бірнеше рет алдында айтқан болатынбыз. Қорқыт Ата университетіне 15 грант бөлінді. Ол жаңағы әлеуметтік мәселеге қатысты, сосын өзінің мүмкіндігі шектеулі және де ата-анасы қайтыс болған білім алушыларға негізгі критерий бойынша 15 студентке бөлінді. Биыл біз таңдаған ертеңгі күні олардың стипендиясы болады және 4 жылға олар сол Қазақстан халқына қорының қамқорлығында болады. Және де тағы да кеше жақында 2 күн бұрын ғана бір ақпарат шықты. Біздің университеттен жалпы республика бойынша Қазақстан халқына қоры екінші бағытта Тайбурул деген конкурс ұйымдастырылды. Оның негізгі мақсаты 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші курстар арасында жаңағы критерияларға сәйкес, өздерінің талаптарына сәйкес конкурс жасады. Барлық білім алушылар сол критерий бойынша құжаттарын тапсырды. Біздің Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 27 білім алушысы осы Тайбурул конкурсының грант иегері атанды. Ол деген сөз 27 біздің білім алушыға оқу ақысын төлейді жыл бойына және де арнайы өздерінің шәкіртақысын, стипендиясын тағайындады 40 мың теңге көлемінде. Ол керемет қолдау және әлеуметтік жағынан үлкен жастарға деген былай айтқанда олардың тұлға болып қалыптасуына, білім алуына мүмкіндік. Онымен қатар университеттің өзінің жасап жатқан мүмкіндіктері бар. Мысалы 2020 жылы біз 260 білім алушыға әлеуметтік қолдау мақсатында 100%, 50%, 25% оқу ақысында жеңілдік жасадық. Оның ішінде мынау тұл жетім категориясындағы студенттерге 100%, әлем, Азия чемпиондарына, әртүрлі осындай ғылым бағытында олимпиадада жеңімпаздар атанған біздің білім алушыларға өзіміз жеңілдіктер бар. Ал 2021 жылы дәл осындай студенттерге 449 студентке жеңілдік жасадық. Бұл университеттің әлеуметтік саясатта әлеуметтік студенттерді қолдау мақсатындағы негізгі принципі. Биыл енді Құдай қаласа, қазір қыркүйек айының 20-сынан кейін комиссияның отырысы болады. Тағы да осы жан-жақты студенттерді қолдауға барынша атсалысатын боламыз. Енді биылғы оқу жылында жалпы қай мамандықтарда басымдық бар, сұраныс көп? Жалпы жыл сайын, мысалы біздің университетте қазір кеше ақпарат талдап қарасақ, жаңағы 9017 білім алушының 3155-і, яғни 35%-дайы мемлекеттік грант иегері. Оның өзі үлкен мүмкіндіктер. Жаңағы 209-дайы облыс әкімінің грант иегері. Оған жаңа 27 Тайбурул мен 15 Қазақстан халқына қоры грант қосылып тұр. Сонда университеттің 40%-дан астам білім алушылары мемлекеттің қамқорлығын, университеттің қамқорлығын, республикалық деңгейден грант иегері атанып, тегін оқу мүмкіндіктерін алып отыр. Жалпы жыл сайын мемлекеттік деңгейде, республикалық деңгейде қарайтын болсақ, осы техникалық салалар, білесіз, онсыз да осы IT саласы, электроэнергетика саласы, ауыл шаруашылығы саласында да осы гранттардың саны жыл сайын артады. Робота, техника, көптеген осы жаңалықтарды әкелетін салаларды дамыту мемлекет үшін маңызды. Осы салаларда да биыл грант саны өте көп болды. Сонымен қатар соңғы 2 жылда педагогикалық мамандықтарға да грант саны артып келе жатыр. Себебі педагогтарды даярлау мәселесі мемлекет үшін өте қазір қажет болып тұр. Бірақ мемлекеттің де талабы бар. Мемлекеттің негізгі талабы бұрындары, мысалы, енді өкінішке орай бұл рас әңгіме, енді өзіміздің басымыздан өтті. Педагогика бағытқа көбінесе грантқа түсе алмаған, немесе белгілі бір мамандық таңдап одан грантқа жинамай, осы қосымша түсе салған білім алушылар өте көп болды. Соның кесірінен соңғы 10 жылдықтарда сапасыз кадрлар даярлау мәселесі болды да, қазір мемлекет тарапынан осы педагогикалық мамандықтарға түсу өтетін балын, шекті балын қазір көтеріп қойды. 75 балға дейін көтеріп қойды. Ол деген сөз, мысалы, кейбір мамандықтарға 50-60 бал көлемінде болса, осы педагогикалық мамандықтар, сосын құқықтану мамандығында осындай жоғары өтетін шекті балдарын қойды. Себебі сапаны қамтамасыз ету мәселесіне қатты қазір назар аударып жатыр. Педагогикалық бағыт, енді біздің университетке қатысы жоқ, бірақ медициналық бағыттарда гранттар саны өте көп. Себебі жыл сайын әртүрлі осы кадрлар даярлау мемлекет үшін қажет. Ал енді айтып жатырсыз ғой, сөзіңізде биылғы жылы 3000 үстінде студент қабылдадыңыздар. Енді бұл жерде жатақхана мәселесі тағы да бар, иә? Бұл студенттердің барлық жатақханамен қамтылды ма?
жатақхана мәселесі еліміз бойынша өте өзекті. Әсіресе мынау үлкен мегаполистерде бұл өте қатты күрделі мәселеге айналып кетті. Қазір өзіміздің туыстарымыз, кейде осы басқа қалаға барған кезде таныстарымыз жатақхана түгілі пәтер алудың өзінде мысалы 150 мың теңге 3 бөлмелі пәтердің ішіндегі бір бөлмеге 150 мың теңге төлеп жатырмын. Келесі семестрден осы Қызылордаға ауыстырмасам деп қиналып жатқан кейбір ата-аналарды көрдік. Қазір ауыстырсақ бола ма, біз байқамай осы енді балам жалпы үлкен қалаға барам дегеннен соған сояққа түсіп едік, грантымызды алып келсек бола ма деген мәселелер айтып жатыр. Көп деп ата-аналар хабарласып. Өкінішке орай қазір болмайды. Өзі ауысым қысқы семестрден кейін және жазғы семестрден кейін жүреді. Шынымен де үлкен қалаларда пәтерді алудың өзі үлкен қазір проблема айналды, жатақхана түгілі. Жатақхананы тек бірінші курстарға үлкен қалаларда және де жаңағы дарынды балалар, немесе мүмкіндігі шектеулі, немесе сондай әлеуметтік топтың балаларына ғана береді. Ал ондай топқа кірмейтіндерге мүлдем жатақхана мәселесі жоқ. Ал біздің облысымызда да жатақхана мәселесінде әр оқу орындарында әртүрлі колледждерде проблемалары бар. Біздің университетімізде біз оны шешудің бірнеше жолын біз осы 2 жылдан бері дұрыс тауып келе жатырмыз. Біздің университетте негізі өзінің 5 жатақханасы бар, студенттік бағыттағы. Ол екінші жатақханамыз бар. Осы қаланың орталығында 60 орындық, ол жерде білім алушылар орналасады, жас ғалымдар. Нөмірі 3-ші жатақханамыз бар, 256 орындық, ол биыл толығымен студенттерді қамтамасыз етіп отыр. Нөмірі 5-ші студенттік жатақханамыз бар, 400 орындық, ол да студенттерді толығымен қамтамасыз етіп отыр. Және де жас ғалымдар, университеттің ғалымдары, қызметкерлеріне арналған жатақханамыз бар, 60 пәтерлік, ол да қазір толығымен барлық қызметке жұмыс жасап отыр. Және де нөмірі 1-ші студент жатақханамыз 512 орындық. Оны біз қазір ол ертеректе 76 жылы салынғаннан кейін оны біз қазір күрделі жөндеуге қойып жатырмыз. Соның есесінен осы тапшылықты жаңағы талапты студенттердің сұранысын жою үшін және проблема тудырмау үшін біз 2 жыл болды, былтырғы жылы және биыл мемлекеттің тарапынан осы қаржы орталығы бар. Қаржы орталығы үкіметтен осы тапсырмасына сәйкес кәсіпкерлерге субсидия, яғни белгілі бір қаржыны бөлу арқылы кәсіпкерлермен келісім жасалып, кәсіпкерлер өзінің қаржысына жатақханалар салып, соны мемлекет қаржылай қолдап, студенттерге жатақханалар беріп жатыр. Біздің Қызылордамыз қаласында да осындай тәжірибеде бар. Біз 2 кәсіпкермен келісімге келіп, 400 бір кәсіпкермен 165 орынға, мынау облыстық халыққа қызмет көрсету орталығына қарама-қарсы 2 жатақхана бар. Соның біреуін 165 орынды Дилмаш деген компания, жеке кәсіпкер, солармен келісім негізінде алып отырмыз. Біздің міндетіміз студенттерді қамтамасыз ету, ол кісілердің міндеті жаңағы жылуы, жатуы, басқа да ішіндегі инфрақұрылымдарды, басқа күзет деген сияқты мәселелердің бәрін қадағалау. 2 жақты келісім болды. Қазір ол кәсіпкерлерге рахмет. Олар біздің жатақхана университеттің Қазақстанда ең арзан жатақханалардың бірі саналады. Біз студенттерді әлеуметтік қолдау үшін 5 мың теңге ғана көлемінде. Қазақстанның түкпір-түкпірінде жатақханалар өте қымбат, 50 мың, 60 мың, бір жерлерде 40 мың деген сияқты әртүрлі бағаларды біз 5 мың теңге көлемінде ұстап тұрмыз әзірге. Ол енді жатақхананы ұстап тұруда негізі келгенде тиімсіз, өйткені ол оқу студенттің төлеген ақшасы, ол барлық шығынын жаппайды. Дегенмен енді әлеуметтік мәселеге енді біздің аймақ осыған қатты қарайтын болғандықтан біз оны қолдап отырмыз. Екінші кәсіпкер Өркениет деген жатақхана бар. Осы 2 жыл болды қазір берілгеніне, облыстық әкімшілікті қарама-қарсы орналасқан жеке кәсіпкер. 400 орындық, 400 орындық жатақхананың 265 орны бізге беріп отыр. Келісімшарт негізінде біз ол жаққа да барлық студенттерімізді орналастырып жатырмыз. Ол кісілерге де үлкен рахмет. Ол кісілерде 5 мың теңге көлемінде осы жатақхананың ақысын біздің университеттің ақысын деңгейінде ұстап тұр. Яғни студент бір айға 5 мың теңге 5 мың теңге, 9 айға 45 мың теңге ғана төлейді. Бұл бірнеше есе өте жақсы жасалған жағдай. Енді келесі жыл кішкене өсуі мүмкін, енді 7 мың болуы мүмкін, максимум 10 мыңға дейін баруы мүмкін, өйткені инфляция, баға деген, бірақ былтырда 5 мың бұл, біз биыл да өтініш айттық. Бұл 5 мың теңге деп айтып тұрған бағаңыз
әлеуметтік осал топтарға арналған ба? Жоқ, бұл бірдей. Барлығына ма? Барлығына. Бұл қай жылдан бастап қолға алынған? Бұған дейін өйткені баға шамалы жоқ, бұл бізде баға стипендияның көлемімен өзі ережеге тәртіпке сәйкес стипендияның белгілі бір пайызымен ғана өсіп отырады. Стипендия өссе, жатақхана міндетті түрде бағасы кішкене өседі. Дәл керек болса, осыдан 5-6 жыл бұрын 3,5 мың теңге көлемінде болды. 5-6 жыл осы 5 мың теңгеге біз 2 жыл болды өсіргенімізге. Енді биыл өсіргісі келді, бірақ біз жан-жақты ұсыныстар айтып, биылғы осы жыл осы баға 5 мың теңге көлемінде қала берсе, келесі жылы мүмкін кішкене инфляциялық бағасымен өсіріп өткенде свет, жарық, су, басқа да мәселелер қымбаттап жатса, оған қосамыз деген келісім болды. Осы мәселелер біз енді келесі жылға жылдан жылға мысалы былтыр осы жаз айында мектепті 7600 бала бітірсе, келесі жыл 23 жыл 8300 бала бітірейін деп тұр. Бұл кішкене 780-800 балаға артықтай болады. Жылдан жылға балалардың саны өсіп келе жатыр. Және де жатақхана мәселесі келесі жылы проблема туындамау үшін біз бірінші жатақханамызды күрделі жөндеуден өткізіп, жаңа кәсіпкерлерді міндетті түрде бұл бағдарлама кәсіпкерлер мен үкіметтің арасында әлі 7 жылға созылған бағдарлама, әлі 5 жылдай уақыты бар. Ойлаймын, проблема болмайды. Және де бізде нөмір 8-ші оқу ғимараты бар, орталықта орналасқан. Сол нөмір 8-ші оқу ғимаратының 3-ші, 4-ші, 5-ші қабатын 50 орындық жатақханаға қазір күрделі жөндеуден жүргізіп жатырмыз. Қазан айының 1-інде дайын болады. Ол да ертеңгі күні тағы да жыл бойына қосымша білім алушылар өтініш білдіретін болса, орналасу мүмкіндіктер туындайды. Мүмкіндіктерді қанағаттандыруға қажет. Қазіргі таңда жаңағы бар жатақхананы қосқанда 37 орындай бізде әлі резерв, яғни бар. Студенттерге айтып жатырмыз, егер пәтер қымбаттау болса, қалада келіп жатақханаға орналасыңыз деген сияқты мәселеде айтып жатырмыз. Сонда барлығы қоса алғанда қанша орындық құрап тұр жатақханада орны студенттердің саны? 1179-дай болады барлығын қосқан кезде. Біз 1070 баланы қазір қамтамасыз етіп отырмыз. Өтініштер 1179-дай орын бар. Жаңағы енді кел жатады, біреу енді өтініштерін білдіріп, жалпы қайтадан пәтерге шығып жатады, бірлесіп оқу топтарымен танысқаннан кейін, мысалы, енді жатақхананың тәртібі бар ғой енді. Сағат 11-ден кейін ешкім кірмейді, ешкім шықпайды, ертерек келу керек деген сияқты. Кейде білім алушыларымыз, жұмыс істейтін білім алушылар болады арасында. Енді әсіресе жоғары курстар жатақханадан гөрі енді пәтерге қарай барғысы келіп тұрады, себебі олар енді жұмыс жасайды. Кейде 12-де, кейде түнде 1-де келіп жатады. Әртүрлі жағдайлар болады. Және де олар енді қаланы біледі, адаптациялық бейімделуінен өткен. Сондықтан негізгі басым көпшілігі осы 1-ші, 2-ші курстар. Бірақ 3-ші, 4-ші курс және де магистратура бойынша өтініш білдіргендердің барлығын өтініштеріміз қанағаттандырдық. Ал енді осы жатақханада студенттер үшін қандай жағдай жасалған, қандай жағдайға мән береді? Жатақханалар енді жатақхана әр жылдар салынған. Мысалы, бір жатақханалар өте осы жақын арада салынған, өзінің былай айтқанда инфрақұрылымдар жақсы дамыған. Біз сонда да қосымша кейбір ертеректе салынған жатақханаларымызды жөндеу жұмыстарын, ауыстыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бір жылдары енді карантин болды, жатақханаларда кейде расы керек бірнеше уақыт бос тұрған кездерде болды. Соның бәрін қайтадан қалпына келтіру жұмыстары. Және де жатақхананың ауласында осы спорттық инфрақұрылымды, мысалы, дамыту мәселесі. Кеше жақында ғана осы 5-ші жатақхана алдына спорттық тағы да 2-ші алаң салу. Сосын жатақхананың студенттердің арасында мынау өздерінің арнайы бөлмелері бар. Енді мынау студенттік кеңестің жетекшілерін сайлап, сол жерде күнделікті іс-шаралар өткізіп, өздерінің мынау әр бөлменің тазалығы, әр баланың сол жердегі бос уақытын тиімді ұйымдастырылуы, және де әр баланың сол әртүрлі жастар ұйымдарына кіріп, өздерінің мынау көшбасшылық әртүрлі іс-шараларға қатысуын біз міндетті түрде қадағалап отырамыз. Және жатақхананың енді өзінің арнайы біздің келісімшарт негізде күзет мекемесімен келісімшартымыз бар. Күзет мекемесінің арнайы өкілдері болады. Және де тәрбие бөлімі, біздің әрбір оқу тобының осы эдвайзер, кураторлары жатақханадағы білім алушылармен жұмыс жасайды. Енді қандай талаптар бар, сол талаптарға сәйкес жағдайлар жасалуда әртүрлі бағытта. Жандос Нұртайұлы, енді жатақхана мәселесін айтып жатырмыз ғой. Жатақхана мәселесіне қатысты біздің телеарнамызға да бірнеше тұрғын, ата-аналар тарапынан болсын, студенттер тарапынан болсын, проблема айтылды. Бұл жерде басты проблема студенттер үшін әлі дұрыс жағдай жасалмаған жатақханада деген мәселе көтерілді. Бұл мәселе қалай шешімін табуда? Ол кісілермен жеке кездестіңіздер ме, түсіндірме жұмыстар жүргізілді ме?
Әрине кездестік. Бізге де ата-аналар тарапынан бірнеше арасында шағымдар болады. Мысалы, бір бөлмеде, мысалы 5-6, мысалы жеке кәсіпкер болсын, мысалы 5 адамдық бөлмелер болады. Кейде мысалы мынау біреу музыкалық бағыттағы мамандықтың нелер дайындық, бір жақта мысалы басқа гуманитарлық бағыт сондай бір түсінбеушіліктер болады. Онымен қатар жатақхананың мынау дайындығына қатысты кейбір жерлерден жаңа айттым ғой, жатақханалар енді әртүрлі жылы салынғаннан кейін кейбір кезде кішкене бір мынау есігінде немесе басқа да бір күрделі жөндеуді қажет ететін жерлер де болады. Оның барлығын біз жатақханаға студенттер кіргіземін деген жерде барлық мәселелерді жасадық. Сонымен қатар тағы да осы қосымша мысалы балалардың өздерінің сұраныстары бойынша әр жатақхананың коменданты, сол жердегі студенттер кеңесінің төрағасы мәселелерді беріп, біз дер кезінде шешуге жұмыс істеп жатырмыз. Енді адам ол жерде орналасқаннан кейін әртүрлі мысалы жасап қойған дүниелер кейде мысалы 1-2 күннің көлемінде мысалы есіктің мысалы тұтқасы сынып қалуы мүмкін, немесе мынау суға түсетін жер, басқа да енді 500-400 адам жүрген жерлерде сондай бір кейде жастар болғаннан кейін кейде бір тез ауыстыру керек мәселелер болады. Сол кездерде біз бірден реакция беріп, комендант арқылы жаңа ақытшы дейді ғой енді, шаруашылық департамент арқылы осы көтерген ата-аналардың мәселелерін, ұсыныстарын, ойларын жеке-жеке кездесіп, түсіндіріп, айтып, белгілі бір уақытты сұрап, осындай уақытта біз барлығын орнына келтіріп, осындайларды жасап жатырмыз. Ата-аналармен кері байланыс бізде жақсы орнаған. Университеттің ректоры да ұсыныспен, оймен, немесе шағыммен келген ата-ананы қабылдап, егер біздің қызметкерлердің тарапынан кеткен кемшілік болса, біз кешірім сұрап, оны дер кезінде шешуге жұмыс істеп жатырмыз. Расы керек, өткені бірден бұндай поток, мысалы енді осындай көп деген, мысалы кейбір жатақханаларда 250 орын болғанымен 200 адам, 150 адам ғана орналасқан жерлер болды. Енді кейде кеше карантин уақытында көп, 1-2 жыл бізде жатақханаларға орналасқан жоқ ешкім. Кеше барлығын жөндеп жұмыстарын жүргізіп өткіздік. Дегенмен де тағы да жасайтын жерлер бар. Оны мойындаймыз, өйткені ол бағыттағы жұмыстарды кезең-кезеңімен өзінің бір мемлекеттік тапсырыс арқылы, мемлекеттік сатып алу арқылы конкурстар жасап, сондай бір процесстер бар. Олардың бәрі орнына келіп жатыр. Жалпы жатақханаға деген ата-аналардың басты қойылатын талаптар қандай сонда? Менің балам жақсы жерде тұру керек, жылы жерде тұру керек деген мәселені көп қоятын шығар. Иә, енді ол енді әрбір бала біз үшін де маңызды. Әр студентке өзіміздің баламыздай, өзіміздің бауырымыздай біз қараймыз ол мәселе төңірегінде. Себебі әрбір ата-ана біздің сол жатақханадағы жастар комитетімен байланысып отырады. Баланың дұрыс жүруі, іс-шараларға қатысуы, дұрыс орналасуы, сосын түнгі мезгілде жүрмеу мәселесі. Жалпы әрбір ата-ана күнделікті сабағына қатысты да мәселелерді кураторлармен, жатақханаға орналасудағы мәселелерді қарап отырады. Одан бөлек біз тек қана жатақхана емес, біз қазір осы қалаға оқуға келген білім алушылардың пәтерде орналасу мәселесінде қазір талдап жатырмыз. Біз қыркүйек айының аяғында міндетті түрде пәтерде орналасқан студенттердің тізімі, ол жерге барып, олар қалай орналасты, кіммен жатыр, сол мәселемізді міндетті түрде қараймыз. Өйткені әрбір баланың дұрыс бағытта дамуы біз үшін маңызды. Және де басым көпшілігі студенттердің туысқандарының үйінде де жатады. Біз туысқандарының жатқаннан кейін біз оған енді араласып не қылмаймыз, өйткені туысқан үйінде жатса енді бауырларының үйінде жатады. Дегенмен де тәртібіне, өйткені қыркүйек қазан айлары және жалпы мынау наурыз сәуір айлары қаламыздағы көптеген оқу орындарының жастарының арасында жалпы мынау енді қалаға келіп жатыр, бейімделу кезеңінде кейде бір құқық бұзушылыққа әкелетін сәттер қауіпті сәт. Дегенмен де біздікі енді жоғары оқу орны, бізде ондай факторлар көп кездесе бермейді. Бірен-саран кейде бір топтық сондай бір оқушылар, студенттердің арасында бір түсінбеушілік болғанның кесірінен кейде бір сондай бір әрекеттер болғанын біз анықтаған жағдайда міндетті түрде тәртіптік шара көріп, университеттің өзінің ішкі тәртіп ережесі бар, және де басқа да өзіне заңға сәйкес шараларды көріп отырамыз. Енді биылғы оқу жылында жалпы университетке алыс жақын шетелдерден түсушілердің саны бар ма? Бар. Биылғы оқу жылында жалпы бізде 17 шетелден азамат оқиды. Ол әртүрлі осы елдерден келген, Өзбекстаннан, Түркменстаннан, Қарақалпақстаннан. Биыл біз осы шетелдіктерді көбірек, біз шетелдегі қандастарымыз, ол
келіп жатқандарымыз, мысалы шетелден біз тартып жатқан көбісі, басым көпшілігі біздің қандастарымыз, қазақтар, біздің бауырларымызды елге тарту мақсатында біз биыл арнайы конкурс жасадық, арнайы ереже қабылдадық. Солай жасап 10 университеттің грантын бөлдік. Ректордың арнайы осындай білім грантын бөлдік. Университеттің конкурс жасап, бүкіл Моңғолия, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Ресей, қай жерде қандай біздің қандастар бар, сол жердің барлығына біз осыны жібердік. Солар кісілер конкурсқа қатысты. Конкурстың комиссиясы қарап, конкурстың комиссияның шешім бойынша 10 білім грантын бердік. Олардың 10-ы да енді біреуі ғана басқа мемлекеттік грант иегері атанып, басқа мемлекетке кетіп қалды. 9 адам кеше келіп орналасты. 9 білім алушы келіп орналасты. Өзбекстанда бір қыз грантқа түсіп тұрып, кеше келіп өтінішін жазып, кешірім сұрап, енді ол өткені басқандай мемлекеттік грант негізінде өзінің елінде президенттік грантқа ілініпті, соған ауысты. 9 адам кеше келіп орналасты. Моңғолиядан, Ресейден, Қарақалпақстан, Өзбекстаннан білім алушылар келіп жатыр. Жалпы қазір 30-ға жуық шетелдік бізде азаматтар бар. Ал басқа облыстардан 70-ге жуық азамат Шымкент, Түркістан, Ақтөбе, осы әр облыстардан келіп биыл оқуға қабылданды. Ол да кішкене болса да осы енді оларға міндетті түрде жатақхана мәселесі енді шешіледі шетелдіктерге, және де басқа облыстардан келгенде оларға да бірінші кезекте біз береміз. Жалпы енді басқа өңірден келген, жалпы шетелден келген студенттер үшін, жалпы өзіміздің облыс ауданынан келген студенттер үшін де осы өңірге бейімделу жұмыстары, айтып жатырмыз, адаптациясы болуы, оқу орны баруы, орналасуы, мекен жайы деген сияқты барлық қамтамасыз етілді деп айтып жатырсыз. Енді осы тұрғыда басқа жастармен қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Енді біз университетте 22 жастар ұйымы бар. 22 жастар ұйымы 22 бағыт бойынша, яғни шығармашылық, спорт, жаңағы өнер, интеллектуалдық бағыт, көшбасшылықты дамыту мәселесі, соның бәрінде олар жұмыс жасайды. Кеше барлық жатақханада танысу кештері, оқу ғимараттарында студенттік студенттік пати дейді ғой, енді былай студенттердің сондай бір танысу кештерін, жастар ұйымдарын таныстыру, көшбасшы болуға шақыру мәселелерінде үлкен жұмыстар атқарылды. Себебі студенттердің өзін басқаруын дамыту арқылы студенттерді тұлға болып қалыптасуына үлкен жұмыстар атқарылады. Студентке тек қана сен түзу жүр, тік тұр, отыр деп айтуға болмайды қазір. Студенттердің талабы басқа. Студенттердің қазіргі мынау қоғамға бейімделудегі әртүрлі жаңа сондай бір әдістерді пайдалану керек. Оларға өздеріне мүмкіндікті көбірек беру керек. Өздерін тәрбиелеуге мүмкіндікті көбірек беру керек. Және олардың ойын, пікірін, ұсыныстарын көбірек тыңдау керек. Енді біздің университеттің ректоры Бейбіткүл Сәрсенханқызы жыл сайын біз міндетті түрде бүкіл студентпен кездесіп отырамыз. Мысалы, былтырдың өзінде барлық студенттермен кездестік. Биыл да ол жоспарымызда бар. Әрбір студентті тыңдап, сол айтқан, көтерген, ұсынған мәселелерінен жол картасын дайындап, ғимараттардың жөндеу жұмыстары, басқа да қажетті кітапхананы күшейту мәселесі, немесе олардың ұсынысы бойынша академиялық шетелмен байланыс мәселесі, осы бағытта жасалып жатқан жұмыстарымыз бар. Нәтижелеріміз өте жақсы, бірақ дегенмен де студенттің көзімен ол тағы да бір басқаша қырлар ашылады. Ал студенттердің ойын тыңдап, солардың қалауымен жұмыстарды ұйымдастыру өте маңызды. Сондықтан жастар ұйымдары, студенттердің жаңағы бейімделуі, олардың қалаға бейімделуі, және де олардың құқықтарының қорғалуы мәселесі. Әрине, кейде өкінішке орай жаңадан келіп жатқан студенттерге сырттан кейде бопсалау мәселесі, немесе студенттерге келіп, енді мысалы осы жергілікті адамдар, жастардың тарапынан бір кішкене қорқыту мәселесі туындап жатады. Бізде университетте арнайы осыған қатысты ректордың қасында жауапты органдар бар. Сол органдар арқылы, сол азаматтар арқылы, жауапты тұлғалар арқылы біз кез келген әрекет жасаған біздің студенткен құқығын бұзуға, немесе біздің студенттің белгілі бір өзінің несіне әсер еткен, немесе әсер етуге қадам бастаған кез келген адамды біз құқық қорғау органдары арқылы, және де басқа да арнайы органдар арқылы біз олармен жұмыс істейміз. Жұмыс жасау арқылы тыямыз, алдын аламыз, және студенттің еш нәрседен қорықпай, немесе ешқандай әрекеттерге оған кедергі келтірмейтіндей жүруіне мүмкіндіктер жасаймыз. Жандос Нұртайұлы, студиямызға келіп, оқу орын тыныс-тіршілігі жайында ақпараттар бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Жақсы, сау болыңыздар. Қымбатты телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Жақсы күнде жолыққанша аман сау болыңыздар.